Құрметті әріптестер, сайлау маратыл таныстырғандай, енді осы объектіге мен жауап берем. Бұрын қалай болған білмеймін, бірақ енді тек менің тәртібіммен болады. Қалай сонда тәртіппен деген? Ол бұлай. Кім жұмысқа 1 минут кешігіп келеді, штраф. Құрылыс материалдарын кім бүлдіріп алады, өзінің қалтасынан орнына қояды. Түскі үзіліс уақыты. Бұрынғыда 2 сағат отырмаймыз. 1 сағат үзіліске шығасыңдар. Жұмыста алкоголь, темекі шегу қатаң түрде тыйым салынады. Кімнің темекі шеккенін көретін болайын, менен жақсылық күтпеңдер. Біз адамбыз ғой, робот емеспіз ғой. Бұрын бұндай нәрселер жоқ еді. Бұрын мен жоқ едім. Енді мен бармын. Демек, осындай ережелер бар. Кім ережеге бағынғысы келмейді? Ешкім тұстамаймыз. Сұрақтарың жоқ болса, жұмысқа кірсіңдер. Тарайық. Ай, нервім шығып тұрған. Бәке, айтыңызшы, болмайды ғой, дұрыс па? Бірақ саған объект дейді. Темекі шекпейсіңдер дейді. Қайтып жұмыс істейміз біз? Бірақ шынымен темекі шекпесеңдер жұмысты ертерек бітіреміз. Сізге өзіңіз темекі шекпеген соң бәрібір де сізге. Ай, көтек-ай. Шеолықса мен содан тығылып шегеміз ба темекі? Бәке, надо будет. Темекіні тура осы жерде шегем. Көзінше шегем, көзінше. Деп, темекі шегетіндердің төбесін ойу керек. Дұрыс па басеге? Темекі шегу болмайды, айтсаңшы. Бұл бәкінге түсіндіріп атқан ба? Таста. Қалтама сақ қойсылайын, кейін қайтарда тасисылам ба? Таста жерге. Мұж аяғыңмен. Мұж. Жарайсың. Жұмысыңа бар. Сенің атың кім еді? Бақытжан. Бақытжан. Сен бүгіннен бастап бұл жерде жұмыс істемейсің. Заттарыңды жинап, кете бер. Неге? Қалай бірден шығара саласың? Бірден емес. Үлкен бастықтармен ақылдасып, ойласып шығарылған шешім. Оның үстіне Бақытжан, сенің алдың маған пешеходта айтқан ақылың әлі есімде. Маған ондай ақылдылар керек емес. Маған айтқаным бекетпейтін. Істе дегенімді бұлжытпай орындайтын жұмысшылар керек. Немесе бүкіл құрылысшылардың алдында тізерлеп кешірім сұраймын десең, бәлкім кешіріп қалуы мүмкін. Жұмысыңды бір жерге қақ бол. Бақа? Сен не істеп жүрсің? Жұмыс ерте бітіп қалды ма не? Жоқ. Жұмыстан шығып кеттім. Ана жаңадан келген бастықпен сөзіміз келіспей қалды. Шығып кеттің? Иә. Бақа, өз сенің есің дұрыс па? Біз квартирада тұрып жатырмыз. Аренданың ақшасы келіп тұр. Қызыңның оқуы бар, тамақ бар. Оның барлығы сенің айлығына қарап тұр еді ғой? Не үшін ерегісіп жүрсің бастықпен? Ой, намысын тапталып енді. Өзгенің аяғына жығылу қалып еді. Ол мені әдейі шығарып жіберді. Оған айтқаннан шықпайтын құл керек екен. Ал мен оған жарамадым. Қойшы, намыс деп жүр, далада аш жалаңаш қалмасақ болды әйтеуір. Қазақстанда мезет дейтін осындай бір қосымша пайда болыпты. Ішінде тек құрылысқа қатысты ғой, заттарды, техникаларды арендаға аласың.